ғой бірінші. Мына жерде диван тұрады ғой, сол диванда мен былай көкті тасимын ғой енді заттан оны тастаймын. Өтіп баратын әділет жауға сол жерде отырдым, өзім жетіп бардым. Онда шаруам жоқ, қорып жүрмін, оның жоқ. Мына жерімде сумка бар. Сумкада ана мама пысық болды дегенде қатты болып кеткен оғасында дәл сумка ұстап өстіп 100-бен өтемін. Қайтадан артына жүремін. Осылай тоже бізге осылай есім сарқып осылай түрімен менде келіндермен жағаласып көңілшіп пәрменің әкелем өйстіп бір нәрсені дайындап тұрсын өйстіп әңгіме жүрседі әлдер жауға шығады. Ничего, красавчик, ойбай. Ничего, бойдағы емес, бойдағы ойлақпан, атыр деп бір шашының өрімен шешін сумкамды тұрсып жерінде сосын ойлаймын ғой мен осыған ілмейіп қалған қыздар жүреді ғой подруга дегенмен солар дегенмен взглядмен сындырады ғой сосын ойладым мен түрін бүйтіп жаймен сықалып қарадым нормально ма нормально емес пе сынуға болатын адам ба сынуға қараймын диванда отыр құдай ерні томпиған көз деген мынандай ол кезде бәрі сұлу еді ғой деген сөйтіп енді өтейін дедім енді 100-бен өтемін ана жерде миллиондар неге барып жүргенімді білмеймін ана залға қарай сөйтіп өзім өтейін дедім көрсетейін дедім есімде қалай модный показда жүргенді ұйықты көтереміз мән бермейміз сені мән бермеген кезде жігіттер наоборот саған ғашық болады дейді сосын тағы да кеселер әкелуге қайтып келемін ғой мына жерде сол жақта ойланып отырмын кеселерді жинап жігіттер деген сондай қыздарды жақсы көреді өздеріне қарамайтын өзінше тағы өтемін ана жақта өтемін өтіп бара жатып осы жолы мені жақтырмай ғана үшін жақтырмай ойлайды ғой нағыз оңайына сынбайтын қыз екен деп түрімді кетіп левый ракурс дейсің ба правый ракурсташы правый ракурс дейсің ама қай жер тағы атам болып жер ажыраушы көзбен көз тисе бітті деп айтады ғой көзбен көз қаралса ол демек ұстап сындырып аласың жігіт қаралмайды ол көзің салмайды ғой сосын арасында бүйтіп кішкентай балдар жүгірсе әшейінде кәт ойбай деп әкелетін ай жаным өте ғой деп ана ойласын типа нағыз күшті балдар жақсы көреді екен нәзік екен деп ойласын денем ұқсамайды бірақ нәзік адам ғой иіліп сөйтіп жүрдім да аяқ астынан ойлаған шығар келіндерді ала көзімен қойпай аяқ астынан немене нәзік болып қалыпты деп ойлаған шығар сөйтіп мына жаққа қарай әкелемін сатындап ойлағаннан кейін шашым жайып жіберейін ба деймін ол өтпейтін сияқты құрсын жалмауыз дегенде қашып кетіп өтіп жүрмін енді бір кезде жанына жайына қалды әділет жоғарсын болды одан артық мен ешнәрсе істей алмаймын өйтіп былай өту болмайды екен сосын тұрдым да құдалар келейін деп жатыр полды қараймын пол ғана балдар бір нәрсе төгіп тастаған отырамын да тоңқайып кіре берсін полды тазалаймын жуатын сөйтіп құдалар уже кіріп кетті қараймын мен келіннің әжесі келіп тұр ойбай деп ойлаған жаңа үйде уборщица жалдап қойыпты деп жоқ мен түрім страшный болып тұр енді ше бір кезде енді осы сумкамен жүрген кейін маманың көз айтып тойдың жалғасы күткен жандар үшін бірден предупреждение шай ішіп отырып жақындарыңызбен көруге арналған сериал бұл жаңа әжетханада көрмейміз достар мен жаман жерге апармаңдар сосын айтайын деген біз әжемен тоқтадық екі әже отырды сол болғаннан кейін ол әжелер мен немен есіме алып біреу айтады кететін кезде сарқыттың бәрін алып алған ғой пакетін қайта көрсетіп қоймайды хвост салып алған хвост деген үйдің бәрінде бар нәрсе емес пе соны білбек пакетке салған дым алмағандай түрін келтіріп алды әжем кетіп бара жатыр соны айтады соңынан берсең ойладым запивать етейін деп жатқан шығар деп ашылмаған соңынан бер дейді балам жаным жаман ауырып тұрмын тезірек соңынан бер деп бір аяғын ақсандатып жүретін тұғын әже бір балтақпен бір кезде даладан қарап тұрған маршрут өтіп бара жатқан тұғын маршрут өтіп кетейін кетіп әже деген балтақты көтеріп жүрді қолындағы тақтай мағаш па ұшты ғой жүзімен дік ана үлгіріп алды еще айқайлап бара жатқан жетіп мінейін деп жатқан кезде пәленшеде түгенше өйтіп жүремін бүйтіп жүремін сол бітті оған дейін болған жағдайлар айтайын енді беташар болып жатыр ойбу беташарда мен жүрдім короче мен сумкам бар осындай бір әдемі көйлек киіп аламын розовый көйлегімді мен ол дексте сатып жүрмін 4 мың теңгеге 21 бәле мың теңге алдым да 4 мың теңге сатып жүрмін сол күні жүрген кезде енді анау қағаздар кімге неше теңге кім әкелді соны қағазда мен сумкам болды да қоңыр сумкам болды соны бүйтіп тағып алдым жабайылар ұқсап бір құттай бір нәрсе қойсам болады мынандай тағып алыппын сол жерін сол үйдің апайлары ұқсап сөйтіп сол күні бізге короче беташар болғаннан біткеннен кейін әнші келеді деді қане әділет жауғашар деген ой сен оның бұртиғаныңды сүйдім ба оны тыңдамайтын тұғын әділет жауғашар деген кім деп танымайсың да қойшы түрін де көрмегенсің ғой сөйтіп бізде ортада не тұратын тұғын диван тұратын тұғын дәл ортада холда былай жүрсің мен былай өтемін ғой бірінші мына жерде диван тұрады ғой сол диван істеп жүрген кім бәрін аңду бір нәрсе қағаздар жазу салу кім қанша теңге бердің бәрімен бөлісіп сондай нәрсені мен ұстап жүрмін құдаларға таныстырады екен ғой отбасымен былай залға барады да короче залда тұрдым да тұрым бір кезде таныстырып жатыр енді сестрам бар енді арық нәзік баста деген келіннің екі қайнапасы бар деген шошыған ғой бәрі де туыстар яғни оңай емес келіннен сұраймын ғой точно шошыдың ба десем жоқ деп қойды вообще ойламаппын деп қойды дұрыс болған дегенде сөйтіп қасымда да бір мама таныстырды да енді мынау менің ұлым мынау оның әйелі мынау оның балдары мынау жаңағы мамаға да енді мама да естіген ғой екі қайнапасы бар екі қызы бар екен деп мынау бір нәрседе қызым менің сестрам дейді мынау менің қызым анау екінші қызым деді мен ерні бұрып ұшып алдыға қарай шыға
ше тұрмын ғой ше сол кезде де өзімше немді түсірмей самооценкамды түсірмей деп қандай екен деп ойлап отырған жоқ бля мынау неғып жүр деп бәсе мына неге кетпей жүр тұрмысқа шықпай жүр деп ойлап жүрген сумкам тұр мына жерде тығыз тұрашын бұл сумка емес қой мына тұр сумка әдемі ғой қайта ол сумканы жыртылып жан жақтары кеткен ғой одан кейін құдалықтан кейін шок болдым да кеттім мен времянкада отырдым сол той біткенге дейін анау сторис түсіріп отыра берейінші дедім онша араласқым болмай баратыр бірақ ше сарқыт кім алып кетеді кешке өзім ше тамақ қала ма деп ше жібермей жатыр сондай сосын тойда деген отыратын жер жоқ қой әр жерде отырып шығарып жайсың сосын арасында ашып қойған қағаздарды қараймын анау мынау қарап отырсам ағам келді ағам ба кім келді біреу келіп айтып кетті анау отқан әнші тамадаларға көріп шелейіне беріп кухняға деп ше анау мынау әкеліп о деген сондай аттыр тұрдым сосын мына жерге шайымды дайындайын арасында жүріп дайындайтын адам неге жетеді мен неғып жүрмін заңымды алдым да шайымды алдым да дайындап олар келді сосын мына жерге олар отыр ғой енді мен мына жақтан бері өстіп құйып бердім ғой енді ол есінде ма есінде емес білмеймін соны құйып бердім сөйтіп бергеннен кейін ол деген біздің тойдан кейін толып кетті ғой қаяқтан білсін мен сол кезде ананы тамақ берген өзім жеп жүрген содан толып кетті ғой сосын баста деген оны танымайтын біз ойлағанбыз өзі сөйтсем мына жаққа қарай жаймен сығалап қараймын ғой ән айтып жатқан жанды дауыста енді керемет айтады ана жақта деген құдалардың жастары деген апалары мәз көзімен екі көз андай мен ана жақтан есіктен сығалап тұрып не қарайсыңдар деп сөйтіп отырмын соңында еще ағам айтты да маған суретке түсіп аласыңдар ма әділет жоқ ашармен сол ойлаймын ғой сондай закрытый книга сияқты қыздарды жақтырмай тұрған қыздар жақсы көреді ғой жоқ деген бір суретке түсе салу керек сол кезде ол менің есімде де жоқ шығар мұның уже сол қалай бірақ мен сияқты қызды ұмытып қалады